Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін Еркін Сөйле подкаст каналы. Сіздермен бүгін Аслан және Ағабек бауырымыз. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде бір керемет подкаст шығады, яғни эксклюзивный шығарылым. Біз көрермендерді сіздерге тыңдатқызамыз, яғни олардың бізге жазған историялары бар, және жіберген историялары бар голосовой сообщениемен. Соның ішінен ең үздік, яғни историяларды оқимыз және тыңдатқызамыз. Түсіндіңіздер ғой? Бізбен бірге болыңыздар. Өте қызық болады. Біздің көрермендер бізге көп историялар жазып жатыр, соларды бүгін талқылаймыз жақсылап. Біз қазір көрермендерді сіздерге тыңдатқызамыз. Яғни көрермендердің жазғанын бірінші оқимыз, аяғында тыңдатқызамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Оның аяғында уже көрермендердің бәрін естіріп тыңдатқызып болғаннан кейін өзіміздің историяларымызды баяндап беретін боламыз. Сол үшін до конца видеоны до конца көріп тұрыңыздар. Бастаймыз ба? Бастайық. Кеттік онда. Енді бүкіл историяның барлығы дайректке жазылған, запроста жатқан историяның барлығы осы телефонның ішінде. Яғни менің телефоным ішінде, және Ағабекте де бар, барлығын осы бір телефонға көшірдік. Жинадық. Енді қазір соны сіздерге естіртеміз. Кеттік. Менің аты жөнім Бостандар болады. Мен өзімнің анамның басынан өткен оқиғаны айтып берейін. Менің анам жас кезінде Нұрлы деген ресторанда істеген. Бұрындары официант болып жас кезінде сол кезде маған айтып берген историясы бар. Нұрлы деген ресторан, сол ресторан біздің туысымыздың рестораны болып келеді, короче. И ол ресторанда мен мамам жұмыс істеп жүреді. 4 күн қатарынан сол жерде қонып істеп жүреді. И бір күн түнде, бірінші күні как положено бәрін істеп, бәрі қайтып кеткен. И түн жарым болып кеткеннен кейін анам сол ресторанда қонады залда. Зал кішкентай енді. Онша емес ресторан, ондай үлкен ресторан деп айта алмайсың. Залы кіші де емес, үлкен де емес, нормальный. Сосын орындықтарды бүйтіп біріктіріп жатады анам. Сөйтіп жатқан кезде анам залда біреудің жүгіріп жүрген, сосын жаңағыдай жанына келіп бүйтіп деп демалып тұрған адамның тынысын естіген, сөйтіп өзі айтып берген маған. Өйтіп бұлай жүрген, сосын ұйықтап кеткен, өйтіп жүріп. Содан кейін администратор, бастық туысқанымыздан сұрап көрсе, оказывается, ол бұрындары ол жер аяқ киім заводы болған екен да. И ол сол ресторанның басшысы сол заводта қайтыс болған ба, сондай бір оқиға болған. Соның елесіме әруағы қалып қалған дейді. Осындай оқиға. Содан кейін мамам сол оқиғадан кейін ол ресторанда вообще қонбайтындай болып кетті. Енді қазір біз толықтай Нұрболат бауырымыздың оқиғасын тыңдап шықтық. Енді менің ойымша, брат, қарапсаң, аяқ киім заводы. Енді Нұрболат, қазір сен осы подкастты көріп отырсаң, менің саған жеке сұрағым бар. Ол аяқ киім заводы болса, ол жердегі бастық, яғни басшысы, сол аяқ киім заводында қайтыс болса, ол яғни жерленеді ғой апарып. Егер оның сотрудниктер болсын, кім болсын көрсе де айтады, мынандай адам қайтыс болып кетті, яғни басшымыз қайтыс болып кетті. Осындай деп, оны дереу түрде сол күні немесе ертесінде жақындарымен барып жерлейді, дұрыс па? Ол жерде уже жаны шығып кетеді ғой, немесе қабірге кетеді жаны. Енді бұл жерде сондай бір қалып кететіндей жаны сол жерде қандай өлім болды екен, сондай бір белгісіз болып тұрды. Интрига болып тұр дейсің ғой. Интрига болып тұр. Өйткені, значит, менің ойымша, мысалы, менің вариантым мынандай да, что ол жасырын өлтірілген болуы мүмкін. Біреу мысалы. Ол аяқ киім заводының артына апарды да, өлтірді да көміп кетті. Ешкім таппай қалды болды. Что даже мақұл жарайды, тойханада жүріп, ары бері жүрмей-ақ даже бір қарап тұрып, немесе бір әшейін шақтар шықса, ол, значит, бірдеңені ескерткісі келеді да, жүгіріп жүрсе ше. Жүгіріп жүрсе, адамдардың қасына келіп бірдеңе сөйлегісі келсе, даже мысалы, өлген адамның рухтары көреді ғой адам. Сол кезде сөйлемейді ол рух ше, ол адамға. Ол кинода шығар, ұстап деп қалқындар, ты мою дочь убил дегенше. Ал өмірде негізі өлген рухтар просто қарап тұра береді. Мен естеріңізде болса, осы Ағабек екеуміздің подкастымыз бар, 9-шы выпуск қой. 9-шы выпускта әпшемнің историясын айтқам, сол кезде бір шалқысы келіп бүйтіп ымдап отырды деп айттым ғой, бірдеңе айтқысы келіп ше. Вот сондай да. Жүгіріп өтеді, бірдеңе айтқысы келеді, үрлейді дейді жаңағындай, сондай болады. Үшін сол. Енді келесі біздің көрерменіміздің бізге жазған оқиғасын тыңдайық. Муназ есімді
қарындасымыз жазып жіберіпті. Бастайық. Бұл история 2 жыл бұрын 17 жасымда болған. Официант болып жүргем. Менің жұмыс істеген ресторан молаға қарама-қарсы жерде. И бір күні той кеш бітеді, түнгі 3-4-де қайтам. То ли қыстың күні, то ли күздің күні, прям суық кез болады. Помню, что куртка киіп жүрген кезімді. Үйге келем, келесі күні ас болу керек болады, маған тез ұйықтау керек болады. И мен сезем, что бастырыладымды, аяғымды, көрпемен, үстімді көрпем жабымды, шашым ғана қалады. И ұйықта кетіп барқанымды түсінем, и қазір бастырылам деген кез бір қап-қара ұзын бойлы бір сирақтар жіңішке біреу келеді. Ол келеді да, бетіме қарап, андай бетті бір қараған кезінде менде бетінде дым жоқ, тап-таза түп-түзу қап-қара бәле болған ғой. И бір қарағанымда көзімен ауыз пайда болды. И маған қарап күледі, шашымды ұстап сүйрейді ғой. Шашымды ұстап сүйрегенде бірінші комнатамның патологына шаптайды. Олан алады да залға лақтырады. Залдың қабырғасында чатап тұрам. Одан тұрам, мамалардың комнатасына лақтырады, ағамның комнатасына кухняға лақтырады. И последний кухняға лақтырған кезде бүкіл күшімен алады, патологқа лақтырады, ұстап тұрады да, и жерге тарс еткізіп ұрады ғой. И мен қорқып жатырмын да, сүре оқиын десем, тілім келмей жатыр. И жарайды сен, андай жатырмын ғой, бісміллә деп жатырмын. И ана кетіп қалады, мен оян кетем. Оянсам, кухняның полында мені қажерге тастап кетіп, сол жерде жатырмын ғой. Қалқамыз бар. Потом еще мынандай история бар. 11 класс оқып жүрген кезімде бірінші... Екінші история болып тұр ғой. Екінші историяны, бірінші историяны талқылайық. Бірінші историяда бұл келеді, шаршап келе ма үйге, шаршап келеді, ұйықтайды. И ұзын бойлы сирақтар жіңішке біреу келеді қап-қара. Басында түрі жоқ болады, потом түр пайда болады, шашынан ұстайды, потолокқа жабыстырады, жерге жабыстырады, солай үйдің ішін айналдырып жабыстырып шығады стеналарға. Түс емес еще. Түс емес. Жоқ, бастырылғам деп айтып тұр бұл кісі. Бастырылғанда реально сондай болады, иә. Болады. Мен айтып едім ғой, ең бірінші подкастта жаным шыққандай болды былай деп. Жалпы ол бастырылған кезде саған типа тие ма ол нәрсе? Ұстап кетеді ғой, брат. Ұстап кетеді, ана кісіні жабыстырып алды ғой. Жабыстырып отыр, ондай да бола ма не? Болады, брат. Менің ойымша енді мен енді өзім бастырып көрмегеннен кейін білмеймін ғой, жалпыша бұл қарындасымдікі қатты екен бастыру. Негізі сондай бола ма бастырылған кезде прям қатты қозғап, болмаса тиіп кету. Сенің ойыңша? Сүйреп кете салады. Шыны керек, иә. Сүйреп кетеді. Араларыңызда бар болса комментария жазып кетіңіздер. Осы шашыңды бүйтіп тырнақтарымен тарап отырады, ұстап отырады, бүйтіп сипалайды үстіңді осылай. Сосын денеңе келіп, денең даже бүйтіп денеңде іздер қаламыз ол кезде. Қалмайды, бірақ ол киноларда шығар. Кейбіреулерінде қалады бірақ. Ана қыз көгерге сондай. Жабыстырып жүргенде қалу керек қой енді яғни. Ол енді бастырылып, бұл қыз өзі айтып отыр ғой, шаршап келіп отырмын деп. Ол содан бүкіл негативті жинап келген шығар үйге. Энергияның бәрін. Сонымен уже плотно бастырылды да, бастырылған кезде ол негіз болыватқан жоқ, но сүйреп тастаған да просто. Ей просто казалось, что оны жабыстырып отыр төбеге стенаға да. На самом деле оны просто сүйреп ана жаққа апарып шығарып тастайды. Кейбіреулерін сүйрейді бірақ аяғынан ұстап реально. Ол еще бастырылып отыр, құрметті көрермендер. Еще оны сүйреп тастаған. Вообще потолок. Екінші историяны тыңдаймыз ба? Көрейік. Кеттік. Ал, бисмилля. Потом еще мынандай история бар. 11 класс оқып жүрген кезімде бірінші ораза кезі ғой, мартта. Так, 1 март қой деймін. Үйден сіңілім, папам, ағам үшеу ауылға кетіп қалады, мама екеуміз қаламыз. Мама екеуміз қаламыз, бірінші күні ораза ауыз бекіткенге барып базардан фрукты анамнан алып келеміз, пирожный там кешкіге, чтобы ауыз бекіткенге удобно болсын деп ше, бәрі дайын тұрады. И мен аузымды бекітем, жатам. Жатқаннан кейін үйде ешкім болмағаны, мама екеуміз болған, маманың комнатасына жатам. Мамалардың комнатасы андай ғой, төсекте де айна бар, қарама ақтасаң үлкен айна бар, оң жақ шетте боянатын үлкен айна бар, и сол жақ шетте терезе бар. И мен жатам, жатқан кезде енді ұйықтап бара жатқанмын. Мен түсінген жоқпын бастырылатынымды. Кішкентай 3 жасар қыз келеді, шашы қап-қара, кәрі, кекілі бар, қап-қара шашы, и кәрі, немесе кекілі де қап-қара да. И бетіме қарайды, күледі, тәте жүр ойнаймыз дейді. И тартады үстімнен, былай тартады, түсінбеймін. Денем қозғалмай жатыр. Жатам, түсінбеймін.
бүйтіп қараймын, анау мені өзіне тартып үстіме секіреді, андай күледі да батут қылып ойнап жатыр ғой. Одан кейін ана қыз келеді да, жүр тәте ойнаймыз дейді ғой. Өйтіп үстіме секірген кезде кеудемнен как будто жүрегім жұлып алған сияқты тартып тұрып тастап жібереді ғой. Бір уақытта сеземін, что біреу менің үстіме басып жатқанын ше, оятып жатқан. Оянсам, мама оятып жатыр екен. Мама тұрып айтады да, сүре оқыпсың бе деп айтшы деп сүреледі. Фатиха ықылас сүресін айтқызайын дейді. Мен тілім келмейді. Мен даже сөйлей алмаймын ғой ана жерде. Мама деп айтуға да күшім жетпеді да. Мама тұрып су алып келді, су ішіп ал деді. Мен резко есіме түседі, что ораза екенімді. Мама, мен оразамын ғой деймін да. Где-то 2 сағат ұйықтамай басқа комнатаға барып, бірақ ұйықтадым ғой. Я помню сол кезде. Сосын 9 класста 3-ші история уже. Көп екен. Нормальный история айтып тапсың ғой негізі. Сен ойыңша қалай болған? Енді бұл жерде кім дегенде енді уже очевидно ғой. Не екенін сен де білесің. 3 әріпті деген не екенін. Жалпы біле ме? Мен сол деп ойлаймын. Енді 3 әріпті дегенді не екенін білмесеңіздер, да? Мен мына жерге қатты қорқып қалдыңыздар ма? Айып етпеңіздер. Просто жай подкастты қыздырудың енді бір тәсілі деп ойлаймын бізде. Жаңағыдай видео, фото қосып жатсыздар деген комментариялардың бәрін оқып жатырмыз. Оқып жатырмыз. Ол только подкастты қыздыру үшін, яғни сіздер подкастты дальше больше көргілеріңіз келу үшін. Қорқасыздар, біз түсінеміз. Қорқсаңыздар күндіз көріңіздер, қорықпайтындар кешкісін көре берсін деген сияқты ғой. Ал көргісі келмегендер, хейт жазатындар, я вас люблю, конечно, пишите дальше. Реально. Енді менің ойым, брат, бұл жерде қара шаш, қап-қара шаш деп тұр. Кекілігі бар жаңағыдай. Маған бір стикер есіме түсіп кетті, мына қыз, осы қыз, енді айып етпеңіздер енді шынымен. Бәрінде бар стикер ол, ана корейский қызды білесің бе? Сол есіме түсіп кетті. Но енді оны елестетпей ақ қояйық. Үстіме шығып секірді дейді. Жүрегім жұлып ала жаздағандай кеудемнен көтерді дейді да. Ол енді менің ойымша 3 әріптінің баласы деп ойлаймын. Шынымен қызыма, баласыма кім біледі, ойнақысы келді. Сондай шығар деп ойлаймын енді, шынымен де. Өздеріңіздің ойларыңызды тоже жазып кетіңіздер комментарияға. Муназ деген қыздың историясы, екінші история, яғни қалай жазасыздар комментарияға. Муназ, екінші история, менің ойым, 2 точка қоясыздар да өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетесіздер болды. Маған қызықшы. Бұл қыз соншама нәрсе көріп отыр да енді, бір кішкене молдаға барып емделу деген жоқ па екен? Енді емделген шығар, оны өзі айтпаған мына жерде. Может, қазір 3-ші историясында айтатын шығар, мен осыдан кейін уже емделдім деп. Тыңдаймыз, а? Сосын 9 класста общежитияда жатқан болатын, карантин кезінде 2.90-ға жауып тастады бізді. 90 өткен кезде ғана үйге баратын болдық та. Сол кезде бір күні жатамын, өмірімде бірінші рет бастырылғаным сол кезде болды. Түсіндім, бірдеңе болатын, что-то не то деймін, жанында қыздар намаз оқиды. Мен айтамын, қыздар что-то не то, мен біртүрлі болып жатырмын дедім. Мен әжек бастырып қалуы мүмкінсің деді. Давай дедім, жарайды дедім, потому что түсінген жоқпын бастырылу не екенін. Оққан жоқпын ол кезде. Не деймін, есіктен біреу спокойно кіреді. Мен уже жатқанмын ғой, бәрі жатқан. Мен оны воспитать екен деп ойлағанмын ғой. Просто кіріп жатқам, есіктен бір спокойно кіреді. Қап-қара денелі. Мен еще 2-ярусный кроваттың астында жатқан болатынмын. Бетіме қарайды, күледі ғой қарқылдап, түсінбеймін ана жерде. Сүре оқиын десем, ол кезде мен сүре білмейтін адаммын ғой. Түсінбей жатырмын, несем, тұрады да, ха-ха-ха деп бірдеңе күледі да, қылқындыра бастайды, түсінбеймін. Мен жылағым келіп жатыр уж. Бір уақытта түсіндім, что біреу басынан шекене ұстап отқан түсіндім да, бір түрлі сөздер айтып жатыр. Сөйтсем, біздің қыздар жылағанымды көрген, түннің жарымында светті жаққан, жағып басымды ұстап сүре оққан ғой. Содан кейін біз ол комнатаны кәдімгідей суға сүре оқып, шашып сол комнатаны реттеп, бірақ неткенбіз, ұйықтағанбыз. Әйтпесе ұйықтамай қойғанбыз бәріміз. 4 қыз жаттық, 4-еуміз ұйықтамай қалдық қой сосын. Кім деген аты? Муназ. Муназ деген қағанда бізге срочно молдахама кішкене дем салу керек ау. Жоқсың мен. Біздің әзілдеп отқанымыз немесе мазақтап отқанымыз емес, шынымен де молдаға барып, кәдімгідей оқытылып, міндетті түрде. Немесе молдаға барып оқытылмайын десеңіз, аятыл күрсиді аузыңыздан тастамаңыз да болды. Сол ғана керек. Муназ деген қарындасымыз
бастырылу туралы айтып жатыр ғой қазір бізге ше. И сенесің ба, 2 күн бұрын мен бастырылдым, реально. И қараңдар, қазір мысалы сіздерге өтірік болып көрініп отқан шығар, ойнатып жатыр деген сияқты. Но мен шындығымды айтайын, реально. Құдай көріп тұр, 2 күн бұрын бастырылдым. Қалай болды? Кішігірім өзімнің историямды баяндап кетейін. Төсекте жатырмын. И білмеймін, кім қалай бастырылады, кім қалай чувствовать етеді. Мен всегда чувствовать етемін, что менде 2 құлақ, как будто суға бүйтіп кіресің ғой, суға кіргенде 2 құлағың гүрілдей бастайды ғой. Тура солай гүрілдейді басында. Сосын миым өшеді уже, как будто бүйтіп жаным деп шығып бара жатқан сияқты болады да. И полный денем бүйтіп кроватьқа кіреді, яғни денем ауырлай бастайды да, металл ұқсап. И бүйтіп кроватьқа кәдімгі веспен кіреді. Болды, ана жерде болды, сен қимылдай алмайсың, сен сөйлей алмайсың, сен только естисің, көзіңді ашасың, болды. Прикол в том, что жатырым, бастырылам, естіп жатырым, тура менің мына кроваттың мына жағында кресло бар деп ойлап жатырмын ғой мен. Кресло жоқ на самом деле. Но менің ойымда кресло бар. Біреу отыр, яндай ғой. Тоқыма бар ғой. Тоқыманың дауысын білесің ба? Тура солай бір кісі деп отыр ғой. Мен бастырылып отырмын бірақ. Мен андай ғой, я Алла деймін да, жақындатпашы адамға деймін, ол өтініш отыра берсінші солай. И хотя бы 1 сағат болсын бастырылайын, маған жақындамасыншы анау деймін ғой. Оянып кетейінші деймін. Жатыр дейді да, тоқтап қалады. Жоқ, бір кезде бүйтіп көзімді ашамын ғой, мен не болып отыр деп көзімді ашсам, бүйтіп келе отыр ғой. Осылайдан бүйтіп, бетіме қарай. Тоқыма ештеңе жоқ қолымда, қап-қара бірдеңе плащ киіп алған. Бүйтіп тұр да, мен көзімді аштым, сол моментте бүйтіп маған қарай осылай жақындайды. Көзімді жұмдым, содан кейін андай ғой, брат, сенесің ба? Оятыңдаршы деймін ғой. Сен ба? Иә. Дауысың шықты ма? Шыққан жоқ, брат. Ол дауыс қазір оятыңдаршы деп понятно қылып айтып отырмын ғой. Ол болды. Дейсің, болды. Сол максимум шеше. Мен тамағым жыртылып қанақты дегенше айқайлағаным сол болды. Жаттым и білдім, что уже мен жатырмын осындай жерде, қараңғы бөлмеде, басқалар ана жақта жатыр. Ешкім оятпайды. Өзімді өзім қорғауым керекпін, сондықтан не істеймін? Аятул курси бастаймын. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм. Ауызбен емес ойша оқып отырмын. Анау бір кезде комнатаны ары-бері жүре бастайды. Ана күтеді ғой кейбіреулер. Поликлиникада жүрген коридорда тағылып ары-бері жүре береді. Тура солай жүреді, бірдеңе күтіп жүрген сияқты. Содан кейін соңына келгенде андай жартылып күледі да, деп ше, тік оянып кетемін. Оянам, тұрам, саатқа қараймын, 2:59. Түнгі. Енді құрметті көрермендер, сіздерге сұрақ, мен шынымды айтайын, честно, мен күнде емес, өтірік айтам, күнде емес, аптасына 2-3 рет түнгі сағат ровно 2:58, 59 немесе 3:00, 3:01-де оянам. Неге? Өзіңмен өзің. Өзіңмен өзің. Мен жатам, мені ешкім келіп түртпейді, оятпайды, біреу келіп деп айқайлап кетпейді, просто көзім ашылады, болды. Мен сол моментте ол менде уже 2 жылдан астам болып жатқан дүние. Мен автоматически тұрам, білем, что уже сағат 3-те оянып тұрған. Мен сағатқа қараймын, ровно сағат 3 болып тұрады. Немесе 2:58, 2:59 болды. Мен даже телефонда қарамай жатып, оянам да, кухняға барам, су ішем, бүйтіп қараймын, 3:02 деп тұрады ғой. Уже білем, что 3-те оянғанымды мен. Оның себебі неде? Егер білетін адамдар болса, егер сондай бастан өткен және одан былай да былай құтылған адамдар болса, комментарияға жазып кетсеңіздер дұрыс болады. Сол өте бір керемет көмек болады маған да ше. Енді құрметті көрермендер, бізде Instagram желісінен бізге жазған Аружан есімді қыз қарындасымыз жазған болатын. Instagram'ын осы парақшада қалдырып кетеміз. Парақшасын осы экранға жазып кеттік осы жерге. Енді бұл қарындасымыз бізге голосовой сообщениемен емес, яғни текстпен жазып жіберген. Енді мен оны толықтай сіздерге оқып берейін. Менің ойымша өтеді сіздерге бәріне. Ағабек саған да кеттік. Ең бастапқы сөзінен уже байқауға болады ғой, өтетін история екен. Біздің үйде дейді концерт болды дейді. Маманың ағасы жынырат дейді. Бисмилля, шарт тұрады. Арқасы бар адамдарға шуге болмайды дейді ғой. Сол ішкен ба шәріпті ұрып кетеді дейді. Сол күні үйге келеді да комнатаға кіріп ұйықтап қалыпты дейді. Біздің үйде ұйықтап қалған ғой, енді сол кісілердің үйінде ұйықтап қалған. Сонымен мен ол кезде жұмыстамын дейді ол қыз. Содан маған мамам звондайды. И Нұрлан ағаң жоғалып кетті деп айтады екен. Нұрлан негізі есімі Нұрлан емес, просто былай келдіріп айтып жатырмын да.
қалай жоғалып кетті десем, 3 әріпті кіріп кетті ғой деймін, қуып кетіпті дейді. Ойбай деп шошып кетемді, үйге барам сразу дейді. Үйге барсам шынымен жоқ, яғни ағасы үйде жоқ, натуре 3 әріпті кіріп қуып кеткен. Бүкіл көшені іздеймін, таппаймыз дейді. Сестренкам үйде болған дейді. Сестренкам үйде болған нәрсені маған айтып береді дейді. Үйге келген екен Нұрлан ағам дейді. Сразу жатып қалыпты, бөлмеге кіріп ұйықтап қалған. Аяқ астынан маманың бөлмесіне кіріп, бөлмесінен шыққанда, мамасының бөлмесіне барған, сөйткенде киім-кешектердің бәрін жинағанда көшеге алып шығып кетіп қалған. Өз-өзімен ба? Өз-өзімен. Жоқ, көшеге алып шығып кетіп қалған емес, банясына жиналып алып, көршінің банясына апарып тастапты дейді. Көршінің банясына апарып тастаған. Сосын үйдегі айналардың бетін орамалмен жауып тастаған екен дейді. Сонда бұл жерде бұл кісі жұмыста болған, Аружан. Ағасы үйге ішіп алып келген, комнатаға жатқан. 1-2 сағаттардан кейін комнатасынан шыққанда мамасының комнатасына барып, киім-кешектерді жинап, көршінің банясына апарып тастаған. Потолокқа Айнаны жауып тастаған. Айнаны жауып тастаған, еще орамалдармен үйдегі айнаны. Оны үйдегі айналарды қандай ситуацияда жабады? Адам қайтыс болғанда, дұрыс па? Сосын үйді айналып жүгірген дейді. Я Алла, астағфирулла. Далаға шығып, шөптің үстіне отырып, өзімен өзі арқасын аспанға қаратып, біреумен сөйлесіп, сөйтіп қуып кетті дейді. И бір сөзді қайталап айта берген екен. 3 адам келе жатыр, мен соларды күтіп алуым керек деп айта берген екен дейді. Бұл жоғалып кетпей тұрып болған нәрселер екен. Мен үйге барған соң сразу көшеге шығып іздедім ағамды дейді. Еш жерде жоқ, таппаймын. Сосын үйге кірдім, таппаған соң дейді. Бір кезде өзі кіріп келді үйге дейді. Көзіне қарасам, өзі емес басқа біреу сияқты көзі бақырайып күліп, не болды дейді маған дейді. Қайда жүрсіз, таппай жатырмыз ғой десем, кухняға кіреді да, столға отырып, сол 3 адам туралы айтады бізге дейді. Бәріміз столдың басында шай ішіп отырмыз. Мен видеоға түсіріп, видеосы бар еді деп, негізі видеосын жіберген, мен оны көрдім, сен де көрдің. Бірақ біз оны сіздерге көрсете алмаймыз, өйткені бұл кісі өзі сұраған болатын. Яғни көрсетпеңдер, керек емес деп. Жаңа көрген болатынбыз ол видеоны. 3 адам келе жатыр жолда, соларды күтіп алу керекпін деп, мамама 3 жұп киім, футболка, шалбар дайындап бер дейді. Өз-өзімен ба? Өз-өзімен просто отырды, солай дастарханда әңгіме айтып. Ол киімді не істейсің десе, сол 3 адам киет дейді. Мамам амал жоқ, киім дайындап береді. Еще киім дайындап берген. Сосын сразу көшеге шығып кетеді, тез жүреді дейді. Артынан қуып жетіп алам дейді. Үйде болған кезде қайда болдың деп сұрағанда бір ағаш туралы айтты да дейді. Артынан барсам, реально бір көшеде магазин бар. Сол магазин жақта бір ағаш тұр екен дейді. Барсам, ағаштың түбінде 3 баклажка тұр дейді, минеральный, литровый жаңағындай. Сонымен сол кезде ол магазиннен 3 баклажка су алып, жаңағы ағаштың түбіне апарып қойған екен. Сонда ағасы енді білмеймін ғой, белый горячка ма ішіп алып келген деп отыр. Арқасы бар деп отыр еще. Мамам берген киімдерді пакетмен сол ағаштың түбіне баклажка суларды қасына қояды да, мә киіп алыңдар деп қойып жатыр екен дейді. Ағаштың түбінде бірақ ешкім жоқ. Ағасы көріп тұр, бірақ 3 адам. Бәрі көз алдымда болды ғой дейді. Шок боп тұрмын ғой дейді. Сосын алыстап магазин жаққа қарай тұрды да, не істеп жүрсіз десем, аналар киініп алсын, соларды күтіп тұрмын деді дейді. Сосын үйге келдік, үйге имам шақырттық дейді. Оқыды, бірақ андай жынданып, 3 әріпті ұрған жоқ, көзі бақырайып, имамға қарап отырды тек дейді. Ертесіне кетіп қалды, өз үйіне папам емдету керек деп, жаны ашып үйінен алып шығуға барса, папамды тас лақтырып қуған, үйінен емделмеймін деп дейді. Типа ағасының үйіне барған, емдеу керек деп. Сонда папасын тасымен қуып естеген екен да. Одан кейін емделді ғой деймін дейді. Қазір нормально болып жүр дейді. Күсіні жын ұрған секілді ме? Енді бұл кісі айтып отыр ғой, ішіп келген, арқасы бар. Сонымен кеп жатқанда, үйге кеп жатқан екен басында нормально. Потом уже қуып кеткен. Түсіндім ғой. Может енді реально 3 әріп тұрған шығар, может кім біледі, не ұрған, не көрінгенін көзіне оның. Белый горячка болды ма? Белый горячка болса адамдар сөйтіп қуып кетеді ғой. Аниматорлар қарап тұрмаған, кукла қарап тұр, кукла жүгіріп келе жатыр деп коридорда айналып жүгіреді екен оны.
көп адам жатыр ғой мысалы неде больницада белый горячкамен өзіңде фельдшер болып істейсің ғой. бір вызов түседі да, короче. Сонымен біз анаған барамыз, ішіп алған кісі екен да. Сөйтсек ана кісі аяғым бар ғой. Рельс бар ғой, пойыздың рельсі кесіп кеткен ғой, короче. Прикинь. Иә, кесіп кеткен ғой. Түнде ғой, оны көрмейді ғой енді пойыздағылар. Олардың жұмысы да ауыр ғой негізінде. Ана қаншама вагон тоқтату керек. Сразу тоқтамайды ғой. Еще задерживаться етеді. Иә, сөйтіп бүйтеді да барып аяғын кесіп өтіп кетеді, бірақ еті жоқ вообще, бірақ сүйек тұр да, и сіңір ана сүйекті жібермейді ғой, короче. Ойлашы. Сондай сөйтіп ішіп татау білмейді қаяқта жатқанынша. Еще не деп бүйтіп жатқан жоқ ол кісі. Ол кісі енді боль болып жатқан шығар, енді қатты болып жатыр негізінде. Бірақ есін білмейді. Боль болып жатыр негізінде же, бірақ енді қатты болып жатқан жоқ та ол кісіге же. Мен кетемін дейді ана кісі. Мен өзім кете беремін дейді. Прикинь, бармаймын ешқайда дейді ол. Больницаға бармаймын, ана жаққа бармаймын, мен өзім үйіме алып жата беремін. Аяғы жоқ ана кісінің. Ішіп алған кісі айта береді ғой. Саласында кетіп қаласың. Қазір басын кесіп кететіндерді айтсай сен. Пойыздың рельсіне баспен жататындар бар ғой. Ол енді суицид ғой енді. Не сезеді екен? Сезбей қалатын секілді меніңше. Сезеді, брат, по-любому сезеді. Тауықтың басын шауып дейсің ғой. Жүгіріп жүреді ғой. Тауық басы жүгіріп жүреді. Сондай сияқты ше менің ойымша. Адам кетіп қалатын секілді. Как будто бірдеңе сезетін сияқты сондайлар ше. Адам сезбей кетіп қалатын нәрсе үстіне бірдеңе құлайды ғой басынан. Бетон ба бірдеңе. Дүңк етеді. Сезбей қаласың. Түң өшіп қаласың болды. Мысалы бір жерде кетіп баратсың, ЖКШ-ның басыңа бірдеңе құлайды, кетіп баратсың, телефонмен сөйлесіп, фук сөйте шығып қалады болды. Конечно, айтып тұр ғой, брат, өлімнен қашып құтыла алмайсың вообще. Любой жерден ұстап алады ол сен. Ондай өлімнен құдай сақтасын, бірақ ана кісі өзі сезбей кетіп қалды ғой. Негізі осындай ситуацияға көп кездесетін бір кісі болды тұғын же. Осындай неше түрлі жаңағы баллонның арасында қысылып қалып, бірақ ол қолы шығып кетеді да ол кісі, ондайға қатты қысылмайды, мына киімі ғана қысылып қалады дейді. Соның арқасы мен садақа беріп жүрмін дейді енді. Садақа бәле-жаланың алдын қайтарады ғой жалпы. Иә. Сол нәрсе көп кісі көп садақа береді. Мен қазір садақамды үзбеймін, өйткені менің өмірімге қатты байланысты дейді да садақашы. Сол садақаны негізі жиі беріп тұру керек деп ойлаймын. Любой нәрсеге. Конечно, жиі аямаңыздар. Енді не істейміз, өзіміздің историямызды айтамыз ба? Иә, давай айтайық. Айтайық. Сен баста онда, мен қазір петличканы киіп алайын. Бұл история енді бір кісіден естігем. Үлкен бір коллегам болатын, сол кісі айтып берген. Сол кісі пенсияға шығып кеткен ғой, жаңағы үлкен кісі. Пенсияға шығып үйдің ауылына барады ғой. Ауылына барады да. Сол ауылда көршілері бар. Сол кісілері күйеуі жалпы жаңағы есін былай айта берейін, Айнұр деген кісі деп айта берейін. Айнұр деген тәтенің жалпы аяғы ауыр болады. Уже аяғы ауыр болып, айы күні жетіп қалған кісі еді да. Сонымен күйеуі алыс командировкада жұмыс істейтін кісі болған ғой. Ол үйде енесі и қайын сіңлісі отыратын еді сол кісінің. Сонымен ана кісі енді бұрынғы фельдшер ғой енді. Сонымен ана қыз сол үйде өзін жайсыз сезіне бастайды да. Тәтеші жайсыз сезініп кішкене іші қысып, тырысады, в основном симптомдар сондай болады. Тырысып, сонымен тәтеге келеді, давлениесі нормально болып тұрады. Сонымен кеш батқан кезде ана кісінің уже іші тырысады да. Тырысып, кәдімгідей көгеріп, терлеп кетеді. Ана кісі көгеріп терлеп жатқан қайын сіңлісі көріп қояды ғой. Диванда жатқан ғой енді, ұйықтап жатқан. Сол кезде уже бозарып кеткен ана кісі. Екі қабат кісінің іші тырысып, бозарып кеткен ғой. Бозарып кеткен да. Сонымен оны қайын сіңлісі бүйтіп көгілдір болған ғой, сол кәдімгі өтіп бара жатқан кезде басын бүйткен кезде көріп қалған ғой. Ана кісінің қиналып жатқанынша. Сонымен соны көреді, мамасын шақырады, мамасын қаратауға тастап кетеді да. Өзі жаңағы көрші үйге, жаңағы тәтеге бар ғой, бұрынғы фельдшер істеп кеткен. Сол кісіге жүгіріп барады, енді ол кісінің опыты көп қой. Сол кісі айтады, тәте дейді да, осылай Айнұр деген жеңгем типа бозарып жатыр, келіп тезірек көріңізші дейді да. Көгеріп айтпап болып жатыр дейді да. Сонымен жүгіріп барады да. Давлениесі түсіп кеткен ғой деймін. 60-қа түсіп кеткен ғой давлениесі. Мәссаған. 80-60 болыпты дейді где-то. Сонымен алғашқы көмегін көрсетіп, кішкене системасын салып, давлениесін көтеріп береді. Жаңа әйелі соң болмайды дейді да. Саған бару керек больницаға, қаралу керек дейді. Жоқ, болды. Мен азанда ғана қаралып келгем деп айтады. Сен жоқ, болмайды дейді да. Сонымен қоймай ана кісі апарады. УЗИге апарады, бәрі нормально, сердцебиение бәрі нормально дейді да. Сонымен қайтарып жібереді. Сонымен түннің бір уақытында ұйықтайды ана кісі. Сонымен тоже мазалайды да, жаңағы іші тырысып ше, что-то не то болып жатыр дейді да. Сонымен бір есік ашылады,
ашылады да ана кісі оянады да мен күйеуім уже келетін уақыт емес қой деп ше сонымен отырады ана жерде ол кісі сонымен бүйтіп отырған кезде бүйтіп коридорда енді ол кісілерде есік жоқ қой былай есік жоқ жалпы бүйтіп бір көлеңке бүйтіп өткен секілді болған қолында дорбасы бар ше кухняға қарай бет алып бара жатыр дейді сонымен көреді де бүйтіп қарайды да че то не то дейді да анау ше сонымен ана свет бар ғой андай дейді ғой андай вообще мерцать ете ма? иә жанып өшеді дейді да оны жаңағы көрші тәте фельдшер тәте ше сол көріп қойған ғой че то ана үйде бірдеңе болып отыр ғой деп ше сонымен барса ана кісі шошынып айқайлап жатыр дейді да тұрыңдар деп ше типа ше мен біреуді көрдім деген кезде жаңа екі қабат кісі айқайлап жатыр үйіне қайнасының енесі тұрады сонымен оны естіген дауысты естіген жүгіріп барған ғой сонымен тұрады да ана кісіге жалпы сүрелге қойған кезде ана кісі талқылады ғой жаңағы фельдшерге тәте келіп сүре қойды да сонымен талқылап сонымен скорыймен жаңағы неге больницаға барып ана кісі жаңағы аман есен босанып туады да сонымен есін жиған кезде палатада жатыр иә туады есін жинаған кезде Айнұр деген тәте айтады дейді жаңағы фельдшер тәтеге мен есімнен танып қалған кезде бір қызды көрдім дейді да шашы жалбыраған қара көйлек киіп алған дейді да сол кісі айтады дейді типа сол қыз сол тәте айтады дейді да бұл сенің балаң емес бұл менің балам деген неге мен шошып талып қалдым дейді да түсіндіңіз ба и сол үйге мен баруға қорқамын сіздің үйіңізге барайыншы деп айтады фельдшер тәтенің үйіне баруға оказывается ол үйде бұрында бір тәте түсік тастап кеткен екен да жалпы түсік тастап қайтып кеткен екен түсік тастаған еще қайтып кеткен екен иә содан кейін сондай жағдай болған ғой ол үйде и содан кейін ол үйден жалпы ол кісілер көшіп кетті ауыр болған ғой сонда ғана үйде түсік тастап қайтыс болып кеткен кісінің жаны мазалап тұр ғой иә екі қабат кісіні бала көтерді бірақ түсік тастай берген ғой ана кісі жаңа айтты аман есен босанды баласы да аман есен болды аллаға шүкір соғанда да иә главное уақытысында босанып алғаны уақытысында сүре оқып талдырып апарып тудырып тастағаны дұрыс болды негізі енді менде шынымен өз басымнан өткен история бұны мен қай жерде айттым мен бұны тиктокта прямойда айттым бірақ енді оны көп адам көрмейді ғой ол кезде 38 адам болып отырған тиктокта енді бұлай бүкіл көрермендерге айтып берейін жалпы қызық история что енді үйде жатырмын үйде енді салып бітіргенбіз бірақ комнатасына кірдік сол кезде қалған комнаталар бітпеген әлі топырақ төселіп жатыр бір комнатасында вообще пустой топырақ жоқ сонымен бір комнатада жатырмыз барлығымыз сонда пеш қой бізде газовый пеш емес пеш кәдімгідей от жағасың сонда сол пештің жанында жатып ұйықтап қалыппын тұрсам енді температура деген менде 39-дан асып кеткен ондай кезде адам не көреді галлюцинация көреді полный көзіңе неше түрлі нәрсе елестейді сонымен андай ғой ұйқымнан оянам құлақ естімейді құлақтың деп тұр сондай болады екен ауырғанда сіздерде де сондай болады шығар ауырған кезде сонда бүйтіп тұрам да отырам бүйтіп қолыма десем ыстық ауа ұрады ғой қолыма күйіп қала жаздайды да сонымен орнынан иә полный температура ғой менде сонымен қыстың кезі қар қалың далада ол кезде біздің үйдің айналасында ештеңе жоқ ешқандай үй жоқ қамыстар шөп қамыс ол үй жоқ мына жерден келетін шөптер ғой ұзын кейін мына үйдің артына барам үйдің артына галош киіп алам аяғыма барам куртка үстімде аяғымда сол не бұтымда трико сонымен барам да отырам скамейкада бір ауа шықтайыншы кішкене қыстың салқынымен салқындап сәл температураны басайын деп ше отырым бір кезде мынандай ғой үйдің арты жазы аяқталады ол жақта машина жүрсе мақұл жүрмейді ғой ана кезде бүйтіп отырым тұрады да бір кезде қамыстың арасы шатырып тұр біреу жүр адам жүр мен кәдімгідей сездім ит жүрсе олар басқалай жүреді ғой қозғалып тұр ма қамыс иә қамыс көріп тұр бүйтіп қозғалып тұр шөптер біреу жүр адам жүр бірақ қалай білді адам жүр десеңіздер короче жөтеледі ғой кәдімгідей адамша деп жөтеледі да аттың дауысы шығады ғой аяғынан түсіндің ба жөтелеп аттың дауысы шығады кісінейді и тұяқтың дауысы шығады да адамның күлген дауысы шығады ғой аяғынан
Атымен жүрген адам емес өтер. Ат болса брат шөптен асып тұрады ғой. Мен кәдімгідей алдымда көрдім, шөп қимылдап тұр, ат жоқ ешқандай. Ат деген мынандай ғой. Шөп деген мынандай ақ. Ойла. Адам ше. Адам дым жоқ анерде. Ит жоқ даже. Бірдеңе бірақ жүр ана қамырсың арасында. Айдың жарығымен, трассаның жарығымен көріп тұрмын ғой. Бүйтіп отырмын, қарап отырмын. Янда ғой, мен галеш шешіп саламын негізі. Галеш шешіп саламын, аяғым бүйтіп скамейкаға көтеріп отырған былайша. Жаймен аяғым былай түсірдім. Галешке аяғымды салдым. Енді салып отқанда анау тұрады да, шатырып тұр етеді да, маған қарады анау. Мен сездім, маған қарай бүйтіп қарады да. Янда ғой, дүгдік деп жүгіреді мен жаққа. Жүгіріп келе жатыр. Жөтеліп жатыр ғой ше. Деп ше. Мен жаққа бірақ жүгіріп келе жатыр. Ойлашы енді не істейсің? Жалаң аяқ жүгірдім ғой. Үйдің мына жерінен бастап, атмосфера жаңадан құйғанбыз ғой. Үстінен басып тұрып жүгірген ғой үй жаққа. Үйге кірем, есік жабам, сол жабық тұрған туалеттің үстіне келіп отырам. Отырым, яндай ғой, ентігіп жатырым кәдімгідей. Деп ентігіп жатырым, жүрек мына жерде, нерде күре тамырлар бар ғой. Sonra кәдімгідей дүрсілдеген соншалық жөтеліп қалып жатырым да, деп ше. Тамаққа дейін беріп жатыр да. Дүрс деп жатыр. Отырым, уже көзім шарасынан шығып кеткен, ананы ойлап жатырмын да, анау үйді айналып жүрген жоқ па, терезеден қарап тұрған жоқ па, бір түрлі болып кухняға кіре алмаймын ше. Сонымен жаймен есікті ашамын да, келем, жатамын, ұйықтаймын, ертесіне жазылып кетемін ғой. Ертесіне кәдімгідей болады ғой, дым болмағандай ше. Терлегенсің ғой сен. Дым терлемедім брат. Қойшы. Ертесіне тұрдым, жазылып кеттім. Температура жоқ, бас ауру, андай болады ғой, ауырып ертесіне жазылғанда бір түрлі болып жүресің. Ондай вообще болады. Слабость жоқ дейсің ғой. Дым жоқ, просто ат құсап шауып кеттім. Адреналин ұрып тұр дейсің. Адреналин емдеп жіберді деп ойлаймын мен сол кезде. Либо білмеймін, періште ма, сөйтіп істеді ма, әтей ше специально. Қазір қорқытамын, адреналинмен емдеп тастаймын деген жоқ па деймін да. Бір сондай ситуация болды менде. Періште дегенде, енді Аллахың қалауымен емделеміз ғой енді бәріміз. Енді сол, может Аллах тағала қалаған шығар, жіберген шығар солай. Может сондай ситуацияға әкел. Потому что мен өзіммен өзім тоже сол кезде ояндым мысалы. Мен температурадан оянған жоқпын, мен ауырып оянған жоқпын, мен просто бүйтіп көзімді аштым болды. Көзімді ашқанда уже көзімнің белоктар бар ғой. Қанша процент қалды анада? Өзі көзіңнің белоктары андай болып тұрады ғой. Ыстық болып ше, бүйтіп көзіңді жұмсаң, көзіңді ашып тұр, көзіңді жұмсаң, белоктар ысып кетеді ғой. Сондай болып тұрды да. Солай ояндым, шықтым, ананы көрдім, адреналинмен келдім, ұйықтадым сразу. Жүрегім дүрсілдеген күйінше ұйықтап қалғам. Ертесіне тым болмағандай жазылып кеттім. Может солай мен түнде қалай ұйықтадың сен? Сақтап қалған шығар. Түнде қалай ұйықтадың? Тып-тыныш ұйықтадым. Нормально ма? Вообще андай тағы да бүйтіп температурам көтеріліп бастырылып ондай болған жоқ па? Тым болған жоқ. Просто келдім, жаттым, как будто бір плотно жұмыс істейсің ғой. Таңғы сағат 6-тан кешкі сағат 9-ға дейін жұмыс істеп шаршап келіп жатып қаласың ғой. Тура сондай болып ұйықтап қалдым. Сезбей ма? Сезбедім ештеңе. Ертесіне жазылып кеттім бірақ. Сондай қазір ол үйдің артында екі этаж үйлер, забормен қоршап тастағанбыз ғой. Сондай шөп анауынан өсіп тұрған жоқ қой. Ол кезде деген вообще страшно болатын кәдімгі. Еще ана көрініс деген енді бір жарық түсіп тұрған жоқ, анерге бір айдың жарығы, трассадағы светтер түсіп тұрмаса былай естественный немесе бір жарық па түсіп тұрған жоқ вообще. Чисто айдың сәулесі дейсің ғой. Чисто көз қараңғы жерге үйреніп кетеді ғой. Тура сондай болып тұр. Точно. Бітірейік. Бөліссе. Құрметті көрермендер, бүгін біздің Еркін Сөйле подкаст каналындағы эксклюзивный шығарылым осымен тәмам. Бізге подписаться етіп, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Сау, саламатты болыңыздар. Главное, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі шығарылымда көрісеміз. Жақсы.